Дәуд алейхиссалам бір күні өзінің көрген түсін баян етеді. Бір күні түс көрдім дейді. Түсімде түрі жаман, аянышты, сұрықсыз бір кемпірді көрдім дейді. Сөйттім де одан сұрадым, сен кімсің? Ол айтты, мен дүниемін ғой. Түрің не деген жаман еді? Бұл менің шынайы кейпім деп жауап берді дүние. Сол кезде Дәуд алейхиссалам сұрағын жалғастырып, сенің жұбайың яки жарың бар ма деп сұрадым дейді. Сол кезде дүние айтты, иә бар, көп. Олардың бәрін өлтіріп тындым. Сол кезде Дәуд алейхиссалам, бәлкім олар сенің мынау түріңе қарап, сұрқыңа қарап, сенен бет айналдырған шығар, сенен бас тартқан шығар деген кезінде, жоқ, қабірге тығып тындым бәрін деген екен. Сен оларды жоғалтқаныңа өкінесің ба? Дүние айтады, жоқ, мен оларды жоғалтқаныма өкінбеймін. Ешқандай да өкінбеймін, бірақ олар мені жоғалтқанда жылайды. Мен оларды жоғалтқанда жыламаймын. Олар менен айырылған кезде өкінеді, мен өкінбеймін. Себебі олардан кейін келе жатқан буын, барлығы менімен некелесуге дәмелі деген екен. Сол себепті құрметті ағайын, мынау дүниенің қызыл жасылына еліктеп жүріп, Алла тағаланың алдындағы күнімізді естен шығарып қоймайық.